Адамның кейде бір істі осы кезінде дұрыс жасадым-ау дейтіндей, өзіне өзі көңіл толатын шақтары болады ғой. Маруа да менің сондағы күтімнен, жөн-жөнімнің қиыншылығынан қорғанбай, сиыр ұстаймын деген өжеттігім ең бір оқтасқан, оңды шаруам екен-ау деп ойлады қазір. 8 жыл сергелдеңде балаларын асыраған осы сарықасқа сиыр еді. Кейінгі уақытта ауылда тұрып сиыр ұстаймын, ұстағанымен саумайтын, қатықсыз қара шай ішіп, сары майды дүкеннен сатып жейтін әйелдер бар дегенді естігенде, астапыралла деп жағасын ұстаған. Мал қауағы саңырау, сөйтсе рас екен. Әуелі сиыр ұстап не керек, сүтті, майды шетелден алдыртамыз дейтіндер шығыпты. Ақтың қадірін білмейтіндер ненің қадіріне жетуші еді. Адамда аздырса күпірлік аздыратын шығар. Сақтаса Құдай әркімді күпірліктен сақтағай. Марғуа әр нәрсені бір ойлап жатыр. Қасында менбике қыз жоқ бүгін. Андасында тіл қатса да ермегеді. Дәрігер де бас сұқпады. Марғуаның тұрғысы келді. Бірақ бас айналып құлап қаламын ба деп қорықты. Тұрма десе дәрігер бір нәрсені біліп айтқан шығар. Тағы да ұзақ сонар ой сараңына қалады. Марғуаның содан тағы бір іске көңілі құласын. Сол есіне түсіп, өзіне қумынау деп күліп алды. Ел ішінде онда сүт мәшинесінің көп таралмаған кезі. Базарда біреудің қолынан көріп қатты қызықты. Әйелдің көкейіне бір нәрсе түспесін. Түссе болды, жетер жеріне жетпей тынбас белгілі. Маруа да үйге келісімен әшекей бұйымдарын, әйелдер қызығатын тағы да біраз жылтырақтарын жиып алып базарға жөнелді. Өткен бағасына беріп әжептәуір қаражат тапты. Ойға салған ісін орындап, сүт мәшинесін сатып алды. Маруаның бұлай шұғыл шешімге келуіне мән бар еді. Сиырдың сүті мол, балалардың ішкенінен шайлықтан артылғанын тартып қаймақ май алғысы келді. Жаңа дүние танысып әуес көріп көршілер келе бастады. Сүтімізді тартып бер деп өтініш білдірушілер де бар. Маруа енді көрші қолаңның ауыл адамдарының сүттерін тартып беретін болды. Ұдайы бір жұма тартқызса, одан кейін бір күннің қаймағын мәшине ақысына қалдырып кетеді. Кейбіреулері 10 күнде бір қалдырып отырады. Реніш жоқ. Бергендеріне бұл риза. Сүттерін ірітпей, ашытпай іс қылып алғандарына ел риза. Қаймақты жинап, май шайқап, Маруа базарға барып ұнға, талқанға, бөлкеге айырбастайды. Өстіп жүріп қысқа жетерлік азық жинай бастады. Бұл пендешілік дегенді қойсайшы. Жақын тұратын көрші келіншек апта бойы шүпілдеген бір шелек сүт әкеліп тартқызып алады да, бұған беретін кезегі күні біресе безеуі еміп қояды, біресе баласы туып алады, бірінде сиыр теуіп жіберіп, бар сауған сүт ақтарылып қалады деген сылтау айтып, орта шелекке жетер-жетпес қана сүт әкеліп береді. Маруа мән бермей, жарайды, Құдай сенсе біз сендік дей салады. Қу жоқшылық адамға не істетпейді. Азаматы қасында 4 құласы түгел болса, оның жұрттың сүтіне күні қарар ма еді. Бәрі де балаларының қамы ғой. Оған тіпті мән берген бұл жоқ, ұмытып та кеткен. Bir күн әлгі келіншек келіп бода-бода ағыл-тегіл жыласын. Маруа, сенің құдайың бар шығар, әйтпесе сиырым неге өледі? Сені алдағаным маған жақпады деп басы-аяғы жоқ бірдеңелерді айта бастады. Бұл аңырайып, әлде қалай кесірін тиіп кетті ме деп те секемденіп қалды. Түсіндіріп айтшы, саған не болды өзі? Сөйтсе сиыры қамбаға кіріп кетіп, арпа жеген бе, іші кеуіп арам өліп қалыпты. Соны айтып отыр екен. Мұны естігенде Маруа жеңілдеп, туй, соған да жылайсың ба деп көңілін орнына түсіп. Жаманат, мал хақ келсін. Бастарың аман болса мал құралар. Кешірші, саған ылғи қараулық жасаушы едім. Назыңа қалдың ба, әлде қарғадың ба? Сен де бала ұстап отырсың ғой, дегені. Маруа мұны тіптес түтігіп кетті. Не айтып отырсың өзің?
Сиырыңның арам өлгенін әуелі менен көрейін дедің бе? Одан да жөндеп қарамадың ба? Ол мұндай қорланбас. Аузына тіпті бетін қайтарып жөндеп сөз сұқпай қалды. Жоқ, кештім дей салшы. Өзімнің көңіліме келгені ғой. Сиырыңның шқасына көрінгенін қарашы. Қояр, қарғап не көрініпті маған, деді Марғуа мына абыройсыз әңгімеден жаны жаси. Мұның жағдайы кімге кінә айтқандай, ешкіммен тәжікелесуге құлқы жоқ. Әлгі әңгімеден көңілінде бір кір қалғандай көпке дейін өзіне өзі келе алмады. Қысылып-қымтырылып қыстан да шықты. Оңтүстікке көктем ерте келеді екен. Жылт етіп көктем күні туысымен қыстайғы бұйығы ауыл ұйқыдан оянғандай күрт серпіліп, дүр көтеріліп, сыртқа шығып кеткендей қыбырлаған тіршілік басталды. Жер шұқылап жатқан жұрт Марғуа бәріне зер сала қарады. Орыс әйелдерінің ішінде таныс-біліс болып қалғандары бар. Солардан көргенін үйреніп, бұл да жерге жабысты. Үй маңының топырағын қайнысына аудартып, көксөк, балалар жұлып жеуге жарайтын оны-бұны отырғызды. Марғуаның бар ойлағаны балалары ертең өзгелердің бақшасына көз салып телмірмесін деді. Әйтпесе мұның бақша егіп кім көріпті. Өзіне де қолқанат жасап қалған Қайсар да жаңа жұмыс тапты. Алақандай бақшасын суарады, шөптейді, әрі ермек, әрі еңбек. Балалары да ауыл тірлігіне әбден мойынсұнды. Бұзау бағады, кешке өрістен қайтқан сиырдың алдынан шығады. Еккендері көгеріп, қылтиып өніп шықты. Көзге қуаныш. Марғуа жатса да, тұрса да елінен, жерінен айналайын. Әулеті десе дегендей береке дарыған, құт қонған жер екенсің деп жаңа қонысын ризашылықпен алғаумен болды. Малдың тісі көк келінісімен елдің ерні аққа тиіп жетісіп қалды. Марғуа ауылдың үстін тарқатып кәсібін қайта кірісті. Марғуа сырт көзге күліп жүргендей болып көрінгенімен қабағында айықпай мұңы, жүрегінде қара тастай топсанған уайымы бар. Сол уайым еңсесін бір көтертпейді. Мұқанның ұсталғанына қаншама уақыт болды. Жай-күйін, оның хабарын біле алмайды. Қыста бір дүркін тамақ кіргізейін деп барып еді, семейшекке ауыстырылғанын ғана білді. Соны естіп аһ ұрып қалды. Қыс ішінде Семейдің қай жерінен іздемек? Әйтеуір жаманаттан аман екен ғой деп, бір жағы өзін жұбатты. Көңілі құлазып, жүрегі сыздай береді. Тек шыбын жаны тірі болса, еге деп тілеуін тілейді. Тырс еткен хабар жоқ. Қайнысында да қыңқылдай береді. Көзін ашып қой. Ағаңды жайын сұрастырмайсың ба деп қайта-қайта базынай айта береді. Оқу жылы аяқталып, мектепте сабақ бітсін, сонда Семейге барып келемін деп ол жұбатқан болды. Марғуа сары уайыммен іштен тынып жүрген күндердің бірінде Мұқаннан хаты келмесі бар ма? Міне қуаныш. Марғуаның күпті көңілі көптен күткен ақжолтай үміттің хабаршысы сындай болып жетті ғой. Күйеуінің қолын бірден таныды. Көзіне ыстық жас көрінді. Алып ашпас бұрын әуелі бетіне басты. Көзінің жасы моншақтап кетті. Хатында өзі туралы сөз аз. Семей түрмесіне әкелгені рас. Мұнда да ұзақ ұстамайтын шығар деп қана кетіпті. Балалардың жағдайын көп сұрапты. Келемін деп әуре болма. Балалардың қасынан шықпа. Денсаулықтарына қара деп қайта-қайта жазыпты. Соған қарағанда балажан еді. Әбден сағынған екен. Қолың тамағын аңсаймын. Мүмкіндік болса азын-аулақ үйдің дәмін салып жіберсең деп жатқан жерінің мекен-жайын көрсетіпті. Мұқанның хаты Марғуаны шала жансардай болып жүрген сүресоқ күйінен демде сергітіп, күш-қуат қосқандай. Жігерленіп, жайраңдап, құлшынып шыға келді. Қаймақ майын сатып, тиын-тебен жинастырды. Былтырғыдан қалған кепкен қызыл ірімшік, құрт, жентін арқалап Алматыға аттанды. Ол жақтан ақшаға адамның жанына басқаның бәрін табуға болады. Ысталған шұжық, қалбырдағы ет, балық, уылдырық секілді бұзылмайтын тамақтардың бір сыпырасын алып,
орталық байланыс үйіне жетті. Қалыпты 8 килограммдық жәшікті толтыра салып жіберді. Одан артық рұқсат етілмейді екен. Маруа өзінің қуанышында шек жоқ. Осы жібергендері қолына тисе, Құдай қосқан қосағы аузының дәмін алып, көңілі бірленері сөзсіз. Бұйыртып жетсін. Азаматының бір қуанғанынан садаға болып айналып қана кетпей ме Маруа? Мұханның есен саулығынан хабар алу Маруаның бір сарында тіршілігіне қан жүгіргізіп, ажар кіргізгендей. Алды жаз, берекесін берсе балалар ішіп жемнен тарықпас. Сарығасқа сиыры мен сүт мәшинесі аман болса, ала жазда еңбектеніп, балаларының үсті басын, аяқтарын бүтіндеп алуды ойлап жүр. Ойын баласы емес пе? Аяқ киімге шыдас берер емес. Шын тілесең, тілеуіңді Тәңір қабыл етеді деуші еді үлкендер. Маруа сауған тағы бір көз жеткізгендей. Арада айға жуық уақыт өткенде Мұханның екінші хаты келді. Жіберген дәм-тұзыңды алдым. Үйдің ауасын, қолыңның жылуын сезгендей болдым. Әсіресе таңдайға салсаң еріп жүре беретін жеңтік қандай дәмді еді. Мені 8 жылға кесіп Сібірге жөнелткелі жатыр. Ендігі хатты барған жерімнен жазармын. Аман есен көрісуге жазсын. Балаларының бетінен сүйдім депті. Маруа жіберген дәмдерін дәл алыс сапар алдында қолына тиген іштей мың шүкірлік айтса да, 8 жыл дегенді естіп төбеден ұрғандай болды. Жүрегі қан жылап жүре берді. 8 жыл. Оған дейін кім бар, кім жоқ. Тағы уайым басты. Енесі мен қайнысы екі жақтап жұбатып ақылға келуге шақырды. Маруа еш нәрсені естімегендей меңірейген қалпы. 8 жыл деген не Тәңірі, алтын бас аман болса өте шығады. Кебене киген келеді, кебін кигеннен сақтасын. Мұхан аман сау оралған соң, әлі бір күндігідей болмай өте шыққан не дерсін. Иншалла, иншалла айтқандарың келсін. Соған жазсын. Еу десейші. Маруа үшін Мұхан әйтеуір жер басып, тірі жүрсе болғаны ғой. Қайда жүрсе де Алла амандығын берсін. Тілеуін тілегеннен басқа жасар амалы көрсетер қайраны.